Так, қазақ халқы, сәлеметсіздер. Мен атым Жанна. Мен бүгін түсіріп жатырмын 2 қаңтар 2022 жылы. Бұл Атырау қаласы. Мен өзім Атырау қаласынан гражданский активисткамын. Мен видеоны енді былай шапшаң түсіріп жатырмын. Сол үшін ренжімеңдер енді, мен айтқым келіп тұрғаны, я сейчас обращаюсь ко всем активистам, я обращаюсь ко всему казахскому народу. Бүгін жаңа өзендіктер шықты. Бүгін ол жаңа өзендіктердің үні емес жалғыз. Ол бүкіл Қазақстанның үні. Мен сендерге айтайын. Бүгін біздің Атыраудың өзінде халық өте наразылы. Білесіз бе? Халық дейтін уже бүгін мен шығып едім, кеше 1-2 шығып едім жаңа жылдан кейін. Халық қорықпай айтып жатыр, митингке шығу керек деп. Мен таң қалдым, мен ондай естігенде біздің атыраулықтардан мен таң қалдым. Мен сол сөзді осыдан 20 жыл бұрын күтіп едім осы сөзді. Давайте митингке шығайық. Все, пора деген. Мен бір адам емес, бірнеше адамны естідім бүгін деген. Мен вообще шоке болдым бар ғой. Мен ойладым біздің Атырау еш уақытта шықпайтын шығар деп. Өтініш, атыраулықтар, ақтаулықтар, Орал, Ақтөбе, Алматы, Астана, Шымкент, бүкіл Қазақстан халқы өтініш. Давайте поддержим жаңа өзендіктерді. Болмайды. На этот раз мы не просто поддержим, на этот раз біз түбіне жету керекпіз. 2011-де мы должны были поддержать их, мы не поддержали. И мы в этом виноваты. Мы, каждый казах в этом виноват. То, что людей расстреляли на площади. Сол қайталанбас үшін қазір әр халық, әр қазақ поддержка жасаңдар жаңа өзендерге. Алаңға шығуға қорқақ болсаңдар, қолдарыңа телефон алдыңдар да, я поддерживаю жаңа өзен деп жазыңдар. Қазақша болсын, орысша болсын. Мен жаңа өзендіктерді қолдаймын деп. Түсінікті ғой, Давайте, қазірден бастап бастаңдар бәрін.